Салам балалар, біз Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баян поэмасы жайлы сайыс сабақты бастаймыз. Батыр Баянның өз інісін өлтіруге не себеп болды? Ноянның сатқындығы ма, әлде қалмақ қызы Құралайға деген махаббаты ма? Әрине, бұл сұраққа әркімнің көзқарасы әртүрлі. Бірақ менің көзқарасым Батыр Баянның өлтіргені намыстан болды, яғни өз інісі басқа өзінің жауына үйленгені мүлдем дұрыс болмады. Намыстанып ол өз інісін өлтірген болды. Абылай ханға аламандықта қызмет еткен батырдың бірі. Және ол жаугершілік кезде қалмақ қызын тұтқынға алған батыр әрі поэманың басты кейіпкері. Поэмасының тақырыбы бұл өз халқына сатқындық жасаған Ноян батыр туралы жазылады. Оның ағасы Батыр Баян өздерінің жауы қалмақ қызын сүйіп қалған інісін өлтіріп тастайды, ниеттен өлтіреді. Өйткені ол қалмақтарға сол кезде жаугершілік заман болып, жауға шығып, соларды қырып жойып жүрді. Ал Ноян болса сол қалмақ қызына ғашық болып, соның артынан еріп кетеді. Негізі бір жағынан өлтірген себебі дұрыс болды, себебі ол түпкі жау болды, және де қазақтың жерлерін олар басып, мысалы басқа жердің Мысалы, Ноян мен қалмақ қызын жіберіп қойған күннің өзінде оларға барғанда ол енді қазақ жерін көріп алды ғой, бәрібір оларға сатқындық жасайтын еді. Ноянның қолбасшының інісінің өзін бәрібір өлтіретін еді, себебі ол болашақ қолбасшы болып атанатын еді. Және де ол арқылы түпкі бірлай кепілдікке де алуы мүмкін, түпкі мақсаттарын біліп алуы да мүмкін. Батыр Баян поэмасының жанры лира эпостық жанр болып саналады. Оқиғаның басталуы, көкшенің сұлулығы. Оқиғаның байланысуы, Баянның қалмақ қызының тұтқындауы, яғни ол кезде қалмақ еліне барып, соғыс ашып, сол елмен соғысып, кепілдікке тұтқынға сол қалмақ қызын әкелген болатын. Үшіншісі, оқиғаның дамуы. Ноянның қалмақ қызына ғашық болуы, яғни оның қандай сұлулығына, тәрбиелігіне және де өзінің өжеттік мінезіне ғашық болды. Оқиғаның шиеленісуі, екі жастың елден қашуы, яғни жас Ноян мен қалмақ қызы Құралай екеуі махаббат сезіммен елден қашады. Оқиғаның шарықтау шегі, Ноян мен қалмақ қызының өлімі, яғни Батыр Баян Ноян мен қалмақ қызының Құралайдың қашқанын естіп, оларды мылтықпен, оқпен атып өлтіреді. Оқиғаның шешімі, ерлікпен қаза болған Батыр Баян. Яғни поэманың екінші тарауында Батыр Баянның ерлікпен қаза тапқаны туралы айтылған. Сол үйде, 100 бөлмелі үйде бұлай құпия бақты тауып алып, сол бақты қалай көркейтіп, өсіріп, және де жаңа достар тауып, қырсықтық мінезінен айырылып, өте әдемі сұлу бойжеткен болып өскені туралы. Және де ол 10 жасында сол жерден бастап 10 жасында өсіп, көніп, бұлай өседі. Менің оқыған кітабым «Ерік жігер». Бұл Рой Баумистер Джон Тирнидің кітабы. Бұл кітапта ең басында ерік жігердің не екенін, өзін бақылаудың қаншалықты маңызы, сол сияқты нәрселер және де көптеген ақпараттарға толы кітап. Сәттілербаев атындағы номер 24-ші IT мектеп лицейінде оқуға құштар мектеп жобасы аясында Мағжан Жұмабаевтың 100 жылдығына орай 7 сыныптар арасында ұйымдастырылған сайыс сабақта белсене қатысқаны үшін 7 сынып оқушысы Есенгелді Арна марапатталады. Марапатпен 7 сынып оқушысы Сейілбек Нұрай марапатталады. Дәл сол грамотамен 7 сынып оқушысы Нұрдәулет Кәусар марапатталады. Оқушысы Әбдіқалық Аян марапатталады. Тыныш Мақсат марапатталады. Мен Тұрар Бейбарыс. Дәл сол марапаттаумен Тұрлыбек Адиля марапатталады. 7 сынып оқушысы. Дәл сол марапаттаумен 7 сынып оқушысы Арыстанбек Ахмет марапатталады. Дәл сол марапаттаумен 7 сынып оқушысы Қожаш Әйгерім марапатталады. 7 сынып оқушысы Омарәлі Нұрислам марапатталады.